Братан, 9 фура бар. Ойланшы. Болмайды. Болмайды. Трасса біздікі ғой. Главное, шекарадан өткізіп жіберсек болды емес па? Ақшаның астында қаламыз, братан. Біздікі болса да болмайды. Бекерден бекер қарап отырмаған шығармыз трасса. Тем более наркота болса вообще. Мен қазір келем. Уборный қайда? Ана жүр. Девушка, привет. Швед? Девушка, дейм, өзің көтере, вайм. Кетші бар дедім. Девушка, кетпеңіз қақ нет бара жатсыз? Сен кімсің? Сен мен кім екенін білесің ба сен? Все, братан, кеттік, қызметтер келеді. Пап, оны соттату керек. Сен қарап отырасың ба сонда? Сен немене депутат болып жүрсің онда? Bir бандит сымақ келіп ұрып кетті. Білмеймін. Түрмен, түбіне дейін кіргізіп соттату керек оны. Сотта сен! Бостандық. Шымкент өзгеріп кеткен. Бақыт досым өзгермеген шығар. Барып кетейін. Түрмеден шығатынды алмалы ескертпедің бе, өзіміз күтіп алатын едік қой? Жоқ, бәрі жақсы. Мереке қарсаңында жақсы тәртібің ішінде ертерек босатты ғой. Жақсы. 10 жылдан бері қазір Шымкент өзгерген. Баяғы қасындағы балалардың барлығы дерлік сотталып кетті. Заң қазір күшінде тұр ғой. Солай. Қазір мен бұрынғы жүрісті тастадым ғой. Артымыздан біреу плотын түсіп алар. Тыныш жүру керек. Сенен көмек керек болып тұр досым. Айта бер. Аған көзге бір көрінбейтін жұмыс керек болып тұр. Түрмеден шыққанға жақсы жұмыс табылмайды, өзің білесің. Қазір мен соны. Жәке, қалайсыз? Ана мектебіңізге бір сантехник керек болып жатыр деген едіңіз. Bir бала бар. Бірақ ана құжаттарын ешкім көрмеу керек. Жарайды. Әзірше бір мектепке бара тұрасың. Сол жерде жүресің ғой. Айтпақшы, сол жерде ана марқұм Була бар ғой. Соның баласы сол мектепте оқиды. Кім еді болған баласы? Ана жүгіріп жүрген Рома деген бала емес пе? Егер сенің жасың 7 мен 16 жас аралығында болса, және сен танымал актер болуды армандасаң, біз сенің арманыңды орындаймыз. Қазақстанның танымал актерлармен бірге бір киноға түсесің. Ол үшін сенің атанаң төмендегі номерге хабарлассын. Казпродакшн киностудиясы сенің арманыңды орындауға дайын.
Бүгін бір адамдар ақша жинаусақ не істейміз өзі? Бір нерсін қылу керек дейсіз. Соға, кімге барамыз өз? 9/10-ның балдары көрсе болды. Қашатын болды. Или қыздардың жиналса қоймайды. Болмашы, онда кеттік. Бұл мектепте менің заңым жүреді. Мен айтсам сол болады, түсіндің ба? Рамазан, жүрші. Мен саған ештеңе де істемедім ғой. Өй, жай сөйлей аласыңдар ма? Тым естіме атыр нерде? Сен өзіңді кіммен деп санап тұрсың соншама? Жібер ана баланы. Сен қыз басыңа маған ақыл айтпай қойшы. Өз шаруаңмен айналысып бар. Мен сен мұғалімдерге айтып берем. Кімге айтсаң оған айт, ешкімнен қорықпаймын мен. Аны жібермесем, папа айтып берем. Жүр, мұғалімге айтып береміз. Даниэл, қазір кетсең қатыс просто болады сен. Көзіңе қарап жүрмейсің бе? Рахмет ағай, оларға мән бермеңіз. Олар үнемі қағынып-соғынып жүреді. Болды. Не? Мені түрасың ба? Осыдан ұрып көрш. Рамазан, қойшы олы. Тұршы сен бой. Не болып жатыр? Қойшы кім? Айттың ғой кедергі жасап жатсыңдар да бе. Түсінбедім. Не есіңе? Жәке, енді өзіңіз білесіз ғой. Бұрын авторитет болған, районды басқарған. Мінез шатақтап жүрді. Оның қасына ешкім жоламай қойсын. Жібер баланы. Жібер де. Барсың, өзің құбырын жөндеп жүре берсің. Атың кім сенің? Рамазан. Айтпақшы, сол жерде ана марқұм Була бар ғой. Соның баласы сол мектепте оқиды. Ана жүгіріп жүрген Рома деген бала емес пе? Иә. Не алды? Рома. Отыршы. Отыр. Мен отырсам, мына кабинет сенікі. Отылсаң, менің ережеммен ойнайсың. Өзіңді мықты қылып көрсеткім келеді. Шын қалтырап отыр. Әкеңнің жоқ екенін осылай жапқың келе ма? Көшенің өмірі баяғыда біткен. Сен үшін ешкім қазір тұрып бермейді. Мат. Бұл негіз жай ғана кездейсоқтық ше. Ол мені қайдан таниды өзі?
Ulan turneyi olunuz, жаңа көтті. Сантехниктен 400 метр қалды ғой. Hoş. Соған ассеріңіз отыр. Қайда барасың? Мен саған рұқсат бердім ба не кетуге? Сен түкте мықты емес екенсің. Нағыз мықтылығы ақылда екен, мен кеттім. Түкте, мынау не дейді? Не істең сол? Қайқа баратсың? Ердос, жібере салуым. Ағай бірінші пешкесін былай бастады. Кейін Рамазанды оны сізін қалай... Ағай бұлай жайған отқан жоқ. Рамазан ішкі ойын оқыған сияқты ғой. Кстати, байқадың ба? Ағай тақтаға қарамай фюролар тылышты отты ғой. Миы бір нәрсе қадамға алға жылжи ма, бір нәрсе? Сантехник ағай былай қатты ойнайды деп күтпедім. Я, айтпа, Рамазанды прям жер қылды ғой. Бүйтіп әңгіме соза бергенше, Сантиден ағайдан өтінішін тек бізге шахмат үйретуін қалай ойлайсың? Не істейсің оны үйреніп алып? Сен білмейсің ба не? Нені? Қалалық турнирде шахматтан бірінші орын алған адамға тегін грант беріп жатыр ғой. Айпы, арамы, соны өзің бізге айтпайтын алып жүрсің ба? Ағай үйретсе, мен де қатысайыншы, мен де шахматты жақсы көрем. Міне, қатарымызға бір адам қосылды. И вот енді сол ағайды көндіру керек. Я. Ақшан қайсан тауып қоймыздың оларға? Егізше, бұл іске бекер кірістік. Ертең бір нәрсе болса бізде ешкім құтқармайды. Мен неге қатысым бар? Рамазан емес пе бізге айтқан? Рамазан айтса істей бересің ба енді? Үшеуміз бірге кірдік қосау қайсаққа, не қылып тұрсың? Құмаш, Рамазан екеуің ақшаны жұмсаға мен емес. Рамазанға керек болғанда келген жарықты ол ақшаншы. Маған вообще қатысы жоқ оң. Табы енді сол ақша. Әйтпесе су аямайды. Неге мәжбүр болсыңдар? Аға, Имар әпке Рамазанның отырғанын битіға түсіріп алып, титіққа салып жіберді. Қуасыңдар ма? Рамазан білсе ашуланады ғой. Не болыпты білсе? Білсе біле берсін. Мен одан қорқайым. Осыдан тиіссінші көрсетемін оған. Сен де Рамазаннан не үшін таяқ жеп жүрсің? Мұғалімдерге айтып бермейсің бе? Ой, мен терпей ала емеспін. Аға, ол сізге не үшін тиісіп жүр өзі? Ол бәріне тиіседі, ақша жинайды. Құрметті Шымкент қаласының оқушыларының назарына. Сіздерді шахматтан өтетін турнирге шақырамыз. Жүлделі сыйлықтар бар. Мына видеоны маған жіберші, қатысу керек қой. Қазір. Мен де қатысам бола ма? Сен шахмат ойнай алмайсың ғой? Бізде шахмат ешкім жақсы ойнай алмайды, бірақ жақсы ойнайтын бір-ақ адамды білемін. Кім? Сантехник па? Оны қалай көндіресіңдер? Бәріміз директорге өтініш жасайық, мүмкін аға үйретіп қалатын шығар. Мүмкін. Сендер ме директорға өтініш жасаған? Ағай, біз едік. Ағай, біз жазған едік өтінішті. Өтініш ағай, бізге шахмат ойнауды үйретіңізші. Не ойнауды? Шахмат ойнауды. Бізге қатты қажет болып тұр. Я, өтінеміз, біз дайынбыз. Қайсысы ойнайтын? Мен. Отыр. Бірақ ағай. Келісті ағай. Бірақ біз Арман екеуміз ойнаймыз. Ұтсаңдар үйретем. Отырыңдар.
жарайды, үйретем. Расың ба? Бір ғана шартым бар. Қандай шын? Менің ережелеріммен ғана ойнаймыз, ұқтыңдар ма? Болды ағай, түсінсін. Бұл міндетті түрде менікі болады. Нағыз ғажайып қой. Титухқа контент таппай жатыр едім. Жақсы болған ма? Мат. Мат. Қыздар ойнамайды, кім айтты? Келесіде қарсыласын дұрыс бағалау. Көрдің бе? Бәсте біраз ақша толдық. Тегін ақшаға болды екен. Дұрыс айтасың, біздікілер бәрін ұтып жатыр. Әлі талай ақша көтеріп аламыз. Қараңдаршы, менің кубогым қандай әдемі. Бұл менің ең жақсы ойыншығым болады. Оның ешқандай пайдасы жоқ. Міне нағыз жеңіс мынау. Ой, бәсті дұрыс емес. Кім айттан саған? Барлық жерде солай айтылады. Сенбе олардың сөзіне, бәстік ұтып қала беретіндер олар. Кімге керек бұл жерде де? Чулым жей. Мама, бүгін жинағымыз. Керек емес. Қала берсіңіздер. Қуаманың? Құмаш, Сулаға апарып бер. Білесің айтпейсі, айырат. Сол. Ол Сула деген кім өзі? Оған неғып ақша бересіңдер? Рамазан анасының дәрісіне үлкен жігіттеріне ақша алған тұғын. Негізі толық қайтарған, бірақ енді аналар үстінен процент қосып, мынаның артынан қалмай жүр, сол үшін. Түсіндім. Салам алейкум, жігіттер. Рамазан, Сула саған ренжулі. Ақшасын ертерек қойып тастамасаң, өзге суырып алады. Сондықтан маған бересіңдер. Құма? Қандай ақша? Мен ешкімге қарыз емеспін. Мен мазаламаңдар деп айтылам. Рамазан. Қайттық, жігіттер. Алло, Сула. Мына Рамазан қуып кетті. Өзге алып кетсін дейді. Құтты болсын жеңістерің. Келесі кезеңге өтіпсіңдер. Керемет. Бірақ бұнымен беріліп қалуға болмайды. Бұдан да қатты дайындалу керек. Оған бола, уайымдамай қойыңыз ағай. Біз тағы да бәрін шаш жасаймыз. Бәрі бақылауда? Жаңа комбинацияларды қарап шығу керек.
мен кешегі қателіктерді толық жазып алған едім. Әдемі ол. Сен өзіңді кіммін деп ойлап жүрсің е? Іннің ұратын сен кімсің? Ответ қайтаршы, жұтып қойдың ба не тіліңді? Ал қолыңды. Бар. Араласпашы. Өз проблемамды шешіп жатырмын. Жұтып қойдың ба не тіліңді? Сосын шешесің проблемаңды. Бар, әйтпесе полиция шақырып шықсын. Полиция дейді. Сен нағыз терпела екенсің ғой. Терпела. Сен үй жақта күтемін. Көріндер малың түрін, жай ғана қорқақ екен ғой. Сол ғой, Суланың түрін көрген түр қашып кетті ғой. Еще полиция шақырам дейді ұят қотасы. Сол. Оның несі ұят? Дұрыс шақыру керек полицияны. Сол кезде видеоға түсіріп қа өзім ақ баратын едім полицияға. Ол қанша дегенмен еркек қой, бізді қорғауы керек еді. Мен енді оған бармаймын. Ол қорқақтан не үйренеміз бір? Кеттік одан басқа. Кеттік басқа істіға болшы. Жігіттер сендер қуасыңдар ма? Мықты болсаңдар шықпадыңдар ма өздерің сол кезде? Қойша, давай. Бәрібір Арсен ағай кінәлі, еркекке еркекше қарсы шығу керек еді. Сендер қандай адамсыңдар? Қазір заң бар, тәртіп бар. Ағайдың жасағаны дұрыс. Жазылмаған көше заңы да бар. Мен сендер вообще түсінбедім. Немене 90 жылда өмір сүріп жатсыңдар ма? Маңқа, 3 күн уақытың бар. 2 миллион әкелесің, әкелмесең, жерге ұмытсаң, түсіндің бе? Мә, құрыдым мен. Көмектесіңдерші маған. Қой біраздан жалынған өзі. Солғы бағын, ойында бермеш. Қазір күте тұр. Жігіттерге хабар берем. Бірмәсі болып қалар. Жан-жақтан ақша іздейді. 2 миллион теңгені кім бере салады? Енді таппасақ анау бәріміз аямайды ғой, не істейсің енді? Менің берді түкте қатым жоқ қой. Бір сенде ше. Сен де біздің мектептің баласысың, сондықтан сен де бір косякқа кіріп тұрсың, түсіндің ба? Бұны білгенде басында сендермен араласпайтын едім. Көрдің ма? Сен қызығып жүрген көшенің темасы осы. Жігіттер, менде бір идея бар. Қараңдар. Суланың түнде заңсыз бәс тігетін, плюс ақша қоятын жері бар. Қараңдар. Бұл жерде күзетші үнемі осы жерде жалғыз жүреді. Ақшаның бәрі сол жерде. Тонауын қайлы жер, чотап, не дейсіңдер? Жақсы идея ғой. Тегін ақша ғой ол деген. Жақсы идея екен. Барамызда бәрін сыпырып тайып тұрамыз. Сендердің естерің дұрыс па өзі? Бұл сендерге шахматтағы тақта емес қой, нағыз өлім ғой. Тоқтатыңдар ақымақтықты. Қойшы, сенсіз ақылшылар көп. Бұл менің жоспарым. Бәрі мінсіз есептелген. Қуасың ба? Ұстап қаласыңдар ғой? Біз ұстамаймыз. Барамызды аламызды келеміз. Не болып сонша? Логически ойлансай, ол жерде ақша болса явно камера болады ғой. Қумандар, тоқтатыңдар жынды ма? Камера жоқ ол жерде. Ол Суланың жері ешқандай ұры түспейді. Сол үшін қорғанбайды да. Мынау таза баланың әңгімесі ғой. Ұлдардың бәрі қорқақ. Сәл қиындық туындап еді, бәрі жан-жағын қашып кетті. Міне, шахматты да бізге тастап кетті. Олар кінәлі емес, бәріне Арсен ағай кінәлі. Еркек деген ондай қорқақ болмауы керек. Ол бізді сол бұзылақылардан қорғау керек еді ғой. Жоқ, Рамазан кінәлі. Өзінше мектепте атаман болып жүруші еді. Күштімін деп бәріне тесетін, енді өзі таяқ жеді, сау болыпты. Мақпал, олай айтуға болмайды. Олар барлығы бірге жүріп, бірге шешу керек еді ғой проблеманы. Арсен ағай оларды қорғап, өз ақылын айту керек еді ғой. Енді полиция шақырам деп қорғаған жоқ па?
Ашин ағай қорғаса да қорғамаса да бәрібір ғой. Бұл жерде кінәрі Рамазан. Тоқтаңдар. Қайтайық бұл жерден. Ұсталамыз әс бәріміз. Солға қайтып кетейікші. Күнде зорлыққа түскен өзі. Ешшейді болмайды. Кіремізде шығамыз, не болды? Бұл жерде күндіз ешкім болмайды, бәрі түнде келеді. Тастаңдар, қайтамыз. Құмаш, бұл бәрі сен үшін ғой? Сен қарызыңды өтеу үшін ғой? Не ап, задний сала бересің? Сол ақшаның бәрін мен бір өзім құрттым ма не? Қыздара сен марқа деп подарок келіп бәріміз алдық қой? Құртасыңдар бәріне. Салам алейкум, жігіттер. Че там? Нарсая, қараш, жаңадан бері олардың ортақ чатына тоқтаусыз жазып жатырмын. Біреуі жауап бермейді ғой. Келет шығар олар қазір. Кеткенге біраз уақыт болды ғой. Қайда кетіп еді олар? Олар... Тоқта. Олар ұлдардың келетінін білген. Бұл алдын ала құрылған тұзақ. Оларды күтіп отқан. Кім? Не тұзақ? Дұрыстабай түсіндіріп. Ана жігіттер ақша таппаған соң бандиттің жеріне тонауға барған ғой. Күніз ба? Рор түнде тұнайтын еді ғой. Шеттеріне өңшең ақмақ күндіз явно ұсталады ғой. Тез кетіп көмекке. Жібере ғой. Тыныш тұрдым саған. Тыныш. Аспетті ойланды ма? Кішкентай, сен де дайындал, қашып құтылмайсың бізден. Қылмай, құрдыш. Даниял, дайындал қазір қашасын. Рома, қаш. Даниял, қаш! Тоқта! Даниял, қаш кел! Бәрі бітті. Олар бізді ұстап алды. Балдар қалды. Мен қашып кеттім. Кім? Қайда қалдылар? Дұрыстап түсіндіріп айтсana ғой. Сулан адамдары. Складта оларды ұрып жатыр. Мен қашып кеттім. Олар сен тәртін қуып келуі мүмкін. Лимара, Даниял, екеуі мектептің артқы көшесімен барып, барлығын видеоға түсіріп алыңдар. Бізге дәлел керек. Если что, полицияға айтамыз. Түсіндім. Жүгір, Даниял, тез жүгір. Мен де барам. Мен ағамен бірге боламын. Мақпал, болмайды. Олар Даниялдың артынан қуып баруы мүмкін. Біз осы жерде қаламыз. Олар келсе, если что, полицияға айтамыз, жақсы ма? Кеттік. Тиіспеңдер оларға. Жіберіңдер оларды. Мен тікелей эфирдемін, қазір барлығын көріп отыр. Тікелей эфир бітті, Осман. Қаш, Даниял. Кімсіңдер өзі? Кімсіңдер? Жоламаңдар бізге. Қас полиция шақырамыз. Ама кішкентай бала қайда? Кімді айтып тұрсыңдар өзі? Бастық атырмашы. Тиіспейміз жерге бұл метақтар, түспейші. Болды, ойын бітті. Қайталап айтамыз. Бала кән? Мен білмеймін, шын айтамын. Қозғалмаңдар. Мына жердің бәріне не болған? Бір өркен ағалар келіп шашып кетті. Аға, сізді іздеп жүр олар. Сендер не істедіңдер? Видеоға түсірдіңдер ма? Түсірдік, бірақ телефонды сынып тастады. Енді Рамазандар қайда? Білмеймін, біз қашып кеттік. Мұнда бекер келдің, қазір олар сені де іздеп келеді.
Маған ерте сонап отыр. Мен тонайын деп жатқан бала қайда? Бүгін келмесе мыналарға қиын болады. Давайте. Енді не істейміз? Барғым келмейді ол жаққа. Майқа не болған? Шеголдар, сендер маған қарсысыңдар. Еще мені тонайын деп жатсыңдар. Еще күндіз тупойларды. Рома, бүгін ана бала келмесе, қиналасыңдар бүгін, түсіндіңдер ме? Сұрағыз қинай бересің, келмейді ол бәрі. Ақылсың ба не қатты? Мүмкін сен шығар, күндіз тонайық деген. Ағай, балдарды ұстап алды. Сула деген біреу қазір оны қамап отыр. Даниалды іш іздеп жүр. Түнде мектепке қалай кіріп кеткен олар? Қарауыл қайда қарап отыр? Қарауыл олардан қорқады. Бұл ауданда Сулаға ешкім қарсы шыға алмайды. Ол байдың бір ерке баласы. Олар қазір авторитет, бәрін ақшамен шешеміз деп айтты. Полицияда ешқандай пайда жоқ. Жігіттердің не істейді олар? Сен не іздеп жүр, Даниал? Сула әр мектептің атамандарынан ақша жинайды. Рамазан болса оған ақша берудің орнына оның үстіне қарызға ақша алған. Негізінде толықтай қайтарған, бірақ процент сұрап отыр. Сосын Суланы тонауға барғанда ұстап қалған. Еще күндіз тонауға барған. Алло, маған Сула деген жігіттің питагын тауып берші. Өте қатты шулап жүр. Жарайды, сендер үйлеріңе бара беріңдер. Мен жігіттерді өзім реттеймін. Алаңдамаңдар. Барыңдар. Жақсы. Кеше терпела келе жатыр. Мен айттым ғой саған, араласпа деп. Алло. Я, братан. Болды. Бәрі еркекше бола берсін. Мен бүгін гамбит жүрісін жасайын. Жігіттер, балдарды босата беріңдер. Әкең арқасында мен түрмеге жапқаның есінде ме? Мен бүгін гамбит жүрісін жасайын. Бірақ сен бәрібір бұл ісің үшін жауап бересің. Гамбит жүрсі, бұл патшаны қорғау үшін басқа фигураны құрбандыққа шалу. Болды, жігіттер. Қоя салыңдар. Қайсыңдар? Ағай, бүгін неге келдіңіз? Жатып демалмадыңыз ба? Тақта шашылғанмен ойын аяқталған жоқ әлі. Сонда да ауруханада жата тұру керек еді. Жоқ.
Бүгін турнир, сендер баруларың керек. Ағай, біз турнирге қатысамыз бәне. Бәрі біткен сияқты еді ғой? Айттым ғой. Тақтар шашылғанмен ойын аяқталмады. Баруларың керек. Бірақ алдымен сыныпты реттеу керек. Жарай ма? Жақсы. Болды. Так, қыздар, сіздер пока аяқ жинап тұрыңдар, Данияр шамаға көмектесші. Қазір біз осы класты жинап тұрған тек бірден турнирге аттануымыз керекпіз. Республикалық іріктеуде нақты пландармен ойнау керек. Мен дайынмын. Біз бәріне өзіміздің кім екенімізді көрсетуіміз керек. Сендер кете беріңдер. Уайымдамай. Мен өзім жинап қоямын. Ең бірінші кезекте қойған істі мықты ұстау керекпіз. Содан кейін ортаны басып алу керек. Ең бастысы қателікке жол жоқ. Патша, орында тұр, ойын бастауға болады. Жақсы жүріс. Бұрынғыдай асықпайтын болыпсың. Иә, асық шешім керек емес. Әр ұпай біздің команда үшін өте маңызды. Мен тең түстім ше. Кіп күшкен топ қатты ойнайды екен. Бәрін жолдарын өзім ойлап тұттым. Бірақ берілмедім. Енді бізде тағы да 2 адам жеңсе біз финалдамыз. Сен жігіттердің ойынын қарап отырсың ба? Иә. Мына қарсыластың қорғанысы өте нашар екен. Ортаны тез ашып тастап жатыр. Біз осыны пайдалануымыз керек. Қазір ұлдарға бағыт берем. Мен онда сен осылай жұмыс істеп жатқанды түсіріп алайын? Бұл нағыз деректі фильм болайын деп тұр ғой. Желідегі бос дүниелерден әлдеқайда шынайы әрі қызығырақ. Көрдің бе, жаңағы 2 жігітті дым ойланбасам жеңіп жатыр ғой. Қатты дайындалған екен. Иә, біз де солай ойнаймыз. Дайындығымыз жақсы. Енді жоспардың барлығын балдарға жеткізу керек. Кетті онда, мен балдардың да ойын түсіріп алайын. Қас. Немене? Мынаның күтушісің ба? Әлде өз ойнай алмай ма? Сөзіне мән берме. Тақтаңа қара. Атты қайтама ормар. Қандай күлкілі? Екеулеп бір адам жеңе алмай отсыңдар. Одан да беріле салыңдар, уақыт созбай. Сөзіне мән берме, Арман. Оның арты ашық тұр. Екі жақтан қысамыз. Шах и мат. Ниче, қазір қыздар атса, көп ұпай алып қалуымыз керек. Сендердің уақыттарың бітіп жатыр. Беріле салыңдар. Артық сөз керек емес, өз тақтыңа қарап ойна. Опо, қауіпті жүріс болды. Мына балаң сөзіне шекем жұқарып кетті. Ол болсын қайшада отыр екен? Гамбит дегенде естіп пе едің? Болсын давай. Қарандар, қарсылас қақпанға түсті. Ол болсын ойында сөзінде түсінген жоқ. Қазір біз жинаймыз. Мен айтты дейсіңдер. Достар, тарихи сәтті барлықтарын көрулерің керек. Бұл жай ғана ойын емес. Немене сыбырлап кеттіңдер? Бұл ережеге қайшы? Шах и мат. Қазір мақпал жеңсе болса біз чемпион боламыз.
Ойын бітті, кішкентай қыз. Ферзіңден айырылдың. Беріле салсаң болады. Уақытты созбай-ақ. Мақпал өзінің не істеп отырғанын біледі. Бір жоспары бар оның. О Ферзін әдейі ұстап беріп отыр. Қас қараңдар, жоспары бар оның. Ат ешқашан артқа шегінбейді. Мат. Бұл тұншықтырылған мат деп аталады. Сен Ферзді алам деп өз патшаңды өз фигуралымен қамап тастадың. Мә, біздің қаржайым жарады. Ойынның нағыз хит жүрісі болатын бұл. Ұлдар, қыздар, жарайсыңдар. Көріп отырмын. Қатты риза болдым. Сәттілік сендерге. Ағайларым, Арсен, жақсылықта. Бәріне сәлем достар. Бүгін біздің арнада жаңа сабақ. Мен бүгін сендерге шахмат тақтасындағы стратегиялар мен фигуралардың жүру әдістерін үйрететін боламын. Бұл сендердің ойлау қабілеттерін арттырып, миларының жақсы жұмыс істеуіне өз көмегін тигізеді. Бұл бізде пешка деп аталады. Бұл тек қана алдыға жүре алатын қарапайым фигура болса да көп еңбек ететін фигуралардың бірі болып табылады. Жо. Пешка ешқашан артқа шегінбейді. Бұл тек қана алдыға қадам жасайды. Міне осылай. Асықпа. Көрдің бе? Қорғанысың мықты болса, қарсыласың сені ала алмайды. Былай жүрсің болады. Ат Г әрпі сияқты жүреді. 2 тұралға, 1 тұр шетке. Ағай, мағамды мына ойынды үйретіңізші. Үйретейін. Бірақ бірден келсе олайық. Менің ережелеріммен ғана. Бола ма? Болады. Сәлем достар. Кас Продакшнның кастингіне келіңіздер. Бізбен бірге үлкен киноға түсіңіз. Өз мүмкіндіктеріңізді жіберіп алмаңыздар.